Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы елімізде әртүрлі бағытта қызмет жасайды. Жылдың басында біз мұфтияттың жанынан өзіміздің діни туризмді насихаттау үшін киелі орындарды зиярат еткен кезде шариғат шеңберінде әдеппен зиярат ету мақсатында елге насихат ету үшін арнайы Дархан Дала атты тур агенттік ашқан болатымыз. Біздің Аллаға шүкір Қазақстан жерінде көптеген әулие әмбиелер, ғалым ғұламалар өткен. Кейде оны біліп зиярат жасап жатқандар бар, кейде білмей зиярат жасап жатқандар бар. Сондықтан біз Алла қаласа осы тур агенттікті ашудағы мақсатымыз зиярат әдебін қалыптастыру. Әрине біз ең дініміздің бірінші ұстанымы ол Алланы жалғыз серік қоспай Аллаға ибан ету. Сондықтан кейде әрине болып жатады, бізге көп сұрақтар келеді. Кейде біз тәжірибеде әртүрлі интернет желілерде көріп жатамыз. Зиярат орнына барған кезде шариғаттан тыс іс-әрекеттердің көрініс тапқан. Дін мамандарының қажеттілігі өте маңызды. Өйткені біз сауап аламыз деп күнә алып қалмауымыз керек. Алла қаласа біз Түркістанда мінеге бастадық. Алдағы уақытта басқа да біздің еліміздегі осындай қасиетті орындардың зияраттарын ел бұқара халқына және онымен қоса жақын шетелдер, ұзақ шетелдерден келген біздің арнайы елімізге келген туристерімізді осы киелі орындарға сапармен насихаттайтын боламыз. Жалпы сауатты кез келген мұсылман кісі қабір зияратының шариғи тұрғыдан рұқсат берілгендігін біледі. Және Құран кәрімнің Хашр сүресінің 10 аятында мұсылмандар өздерінен бұрынғы өткендерге дұға жасайтындығы жайында айтылған. Сондықтан біз өткенімізге дұға етуге міндеттіміз. Қабір зиярат етудің өзіне тән ережесі, қағидаттары бар. Біздің елімізде өкінішке орай бұл қабір зияраттары өз деңгейінде жүргізілмейді. Сондықтан бұл істі имамдардың қолға алуы дұрыс деп ойлаймыз. Имамдар шариғатқа сай, Құранын оқып, және қабір зияраттарының ережесі мен қағидаттарына сай жүргізуі керек деп ойлаймын. Және имамдар жүргізсе бұл істі өз деңгейінде жүргізсе, шариғатқа да сиятын іс-әрекетке барамыз, және өз ата-бабаларымыздың рухына Құран бағыштап, еліміздің амандығын тілеп, дұрыс іс жасаймыз деп ойлаймыз. Әрине Алланың сүйген құлдары болады, Алланың әулие құлдары болады. Міне біз осы Дархан Дала ішкі туризмді дамытуда біз осы даламыздағы осы киелі орындарды зиярат жасаймыз. Және ол жерде біз өзінің әдебін, шарттарын, ережелерін көрсетеміз иншалла.